Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сауат ашу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ашық буындарды оқып үйрену. Сабақ бастамас бұрын жаттық шеңберін құрамыз. Армысың аспан ата, армысың жер ана, армыстың нұрлы күн, күліп шықты күн бүгін. Мына сұрақтарға жауап бере отырып, өткен сабақты еске түсіреміз. Әріп дегеніміз не? Әріпті көреміз және жазамыз. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты естиміз және айтамыз. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс. Дыбыстан не құралады? Дыбыстан буын құралады. Буыннан не құралады? Буыннан сөз құралады. Сөзден не құралады? Сөзден сөйлем құралады. Осыны мұқият есте сақтаймыз. Балалар, енді біз ашық буынды оқып үйренеміз. Ол үшін бірінші біз дауысты дыбыстарды еске түсіреміз. А, О, У, Э, О, И. Осы дауысты дыбыстар арқылы буын құралады. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Қане енді буындарды бастаймыз. Та, на, ла, ра, ша, са, қа, да, то, но, ро, қо, шо, со, до, ло. Енді осы буындардан сөздер құрап оқимыз. А, та, а, на, а, ра, а, ла, а, са, а, ша, но, та, шо, на, со, қа, қо, ра. Орындайтын тапсырмамыз осы сөздерді дәптерге жазып және оқимыз. Мен бала, бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.